Қоғамға өз пайдамды тигіземін деген ұранмен осыдан 1 жыл бұрын номер 2 жалпы білім беретін мектебіне келген болатынмын. Мен Орынбайұлда Исағали қызы, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы номер 2 жалпы білім беретін мектептің ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Осыдан 15 жыл бұрын осы білім ордасына алғаш қадам басып, әліппені қолыма алып, әріп танып, жазу жазып, оқып үйренген бүлдіршін қазіргі таңда жас маман. Бала күнгі арманым ұстаз болу. Бала арманмен биікке ұшқан 15 жасар бойжеткен Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжіне оқуға түсті. 4 жыл колледж қабырғасынан тәжірибе жинап, жас маман атына ие болып, еңбек жолын бастады. Бұл оқу ордасы ұстаз жолына деген қызығушылықпен қатар, балаларға деген махаббатты оятты. Әр сыныппен танысып, әр түрлі жастағы оқушылармен жұмыстануды үйретті. Балалармен тіл табысып, қарапайым, үлгілі ұстаз болуға жол көрсетті. Ұстаз жауапкершілікті, адалдықты, жаңашылдықты, ұйымдастырушылық қабілетін қажет ететін мамандық. Ортада сыйлы, адами қасиеттермен саналы ұрпақты алға жетелейтін тұлға. Мұхтар Әуезов атамыз айтқандай, ұстаз ұлы есім деп атағаны бекер емес. Менің алғашқы қадамым бастауыш сыныптарға сабақ берумен басталды. Оқушылармен тіл табысу, олардың қызығушылығын ояту қиын болмады. Әрбір сыныппен кездесу мен үшін әр түрлі әсер сыйлайтын. Мектеп әкімшілігінің, пән бірлестігінің, тәлімгерімнің көмегі мен көрсеткен қолдауының арқасында ұжымға сіңісіп кету мен үшін жеңіл болды. Біліктілік арттыру мақсатында білім басқармасы ұйымдастырған іс-шараларға, семинарлар мен курстарға қатысып, өз ісінің нағыз маманы атануға тырысудамын. Ұнатқан істі жасаудан бөлек рахат алар мамандықты таңдағаныма еш өкінген емеспін. Заман талабына сай, білімді, білікті ұстаз екеніме сенімдімін.